Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ке қосылып, футзалды тамашала. Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен, арнамыздың эфирінде футзал Олимпиад Қазақстан чемпионаты және бүгінгі жалпы жарыс күнінің енді екінші матчтары өтіп жатыр. Ордабасы мен Каспий арасындағы матчты қазір тамашалаймыз. Кеше командалар алғашқы ойындарын өткізді және бүгін қарымта кездесу. Каспий командасының бастапқы құрамы біздің назарымызда. Жаңа ғана Ордабасы командасының ойыншыларын көрдіңіздер. Шымкент қаласындағы Металлург стадионы, Металлург аренасы. Каспий әзірге 13 матчтың қорытындысы бойынша 8 ұпаймен 10-шы орында. Оның қасында Ордабасы командасының жағдайы жалпы алғанда жаман емес. 17 ұпай жинады 11 матчта. Әзірге 6-шы орында және бүгін Шымкенттің жігіттері өз үйінде қарымта қайтаруға тырысады. Неке қазір жігіттер допсыз бір-бірімен соқтығысып жатыр және Шымкенттің командасы қазір жылдам гол салуға ниет етуде. Өмірбаев неке жылдам гол соқты. Тамаша бірден мүмкіндікті пайдаланды және Орда жігіттері қазір есеп ашып отыр осы ойында. Бірінші болып есеп ашып отыр. Тамаша гол, тамаша соққы және қазір тамаша соққы. Қазір Фалькао. Тамаша пас және есеп 3-0. 3-0. Орда жігіттерін қазір тоқтату қиын болып тұр өйткені. Алғашқы 8-9 минуттың ішінде алаң иелері 3 гол салды. Аяғын дәл тигізіп тамаша гол соқты. Фалькао, Исламхан және 4-0. Міне Ордабасы командасы қазір тамаша гол салды. Есеп 4-0 болды. Ақжол Қайратұлы кезекті мәрте қақпасынан допты шығаруға мәжбүр. Жақсы комбинация және Нұргелді Абдулла бәрбірде Бақтөлет Өмірзақ қақпасының саңылауын тапты. Әдемі комбинация. Каспий командасы қазір сәлден кейін қонақтар тәуекелге барады. 5-ші ойыншыны алаңға шығару мүмкін. Исламхан Тұрсынов және есеп 5-1. Бүгінгі ойында алаң иелері 3 ұпайға қол жеткізуге тағы да бір қадам жақындады. Тұрсынов дубль жасап отыр бүгін. Және жақсы Каспий командасы міне сол қателікті тамаша пайдаланып тағы бір гол салды. Матчтың аяқталуына 6 минут қалған кезде қонақтар тағы бір мәрте көзге түсті. Ой-ой-ой. Осылайша матч аяқталды. Қорытынды есеп 6-2. Ордабасы командасы бүгін жеңіске жетті. Кеше 3-1 есебімен Каспий жеңген еді. Бүгін енді Орда командасы өз үйінде қарымта матчта есесін қайтарды. Қорытынды есеп 6-2. Ендеше қадірменді көрермен, 2025 жылы футзал ойындарында эфирде қайта қауышқанша аман сау болыңыздар. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ке қосылып, футзалды тамашала.